Баршаңызға сәлем. Бүгін менің мастер-классымның екінші бөліміне қош келдіңіздер. Өткен бірінші бөлігінде біз пинеткемізді екінші қатарынан аяқтадық. Сол екінші қатарында қалай біріктіретінін көрсетемін деп едім. Ал жалғастырамыз мастер-классымызды. Ең соңғы столбик. Маркер тұрған жерге іліп аламыз, біріктіреміз. Екі бетінен алып, бірінші соединять етеміз. Одан кейін бір ілгек жоғары көтеріп алып, тағы осы жерден бір петля, бір столбик жасаймыз. И осы жерге маркерімізді қойып қоямыз. Мынау бізде бірінші столбик, соединительная петля, воздушная петля, бір тағы столбик жасадық. Осының барлығы бір столбик деп санаймыз. Келесі жолы мына соединительный петляны есептемейміз, біріктірген кезде осы маркер тұрған жерде. Осылай үшінші қатарын, төртінші қатарын өздеріңіз тоқыңыздар. Төртінші қатарды біріктірген кезде кездесеміз. Төртінші қатарға келіп жеттім. Мынау 57-ші столбик, ең соңғы 58-ші столбик. Мына бізде соединительная петля, воздушная петля, бір столбик тура сол жерден тоқығанбыз. Осы маркер тұрған жерден біріктіреміз. Біріктіруіміз керек. Маркеріміз тұра берсін, жарайды. Қалай біріктіреміз, тағы да көрсетем. Жібімізді былай шығарып аламыз. Маркер тұрған жерден бір петля шегінеміз. Мына біздің маркер. Бір петля шегінеміз. Осы жерден өткізіп аламыз жібімізді. Тартамыз. Сосын мына екі ілгектен өткізуіміз керек. Былайынан тартуымыз керек. Мына екі ілгекті босатып алдым, чтоб оңайынан крючокпен іліп алу үшін. Осы екеуінен кіргізіп, мына жібімізді тартамыз. Маркерімізді алып тастаймыз. Ілгегімізді. Енді қараймыз. Былайынан тартып. Белгілеп алуымыз керек. Бір. Былайынан шығарып. Мына жаңағы екеуін бірге істеуіміз керек. Жаңағы ілгегімізбен алдыңғы петляны сол жүргенбіз ғой. Соны қайттан арасына тығып, тура үстіп, жаңағы өткізген жібімізді былай тартқан кезде бір петля ровно болып шығады. Сонда біздің полотномыз ровно болады.
когда по кругу тоқыған кезде мына жерде ешқандай да жаңағы переход дейді ғой, өзі басқа түске өткен кезде, чтобы қисық болып тұрмас үшін, ровно болып тұр үшін. Қатар-қатарымен 1, 2, 3, 4. Төртінші қатар. Жібімізді петелькалардың арасына сразу жасырып тастау керек. Қазір басқа түспен бастаймыз тоқуды. Бірінші тұмсығын тоқып аламыз. Кроссовкеміздің. Все, осылай жасырып тастаймыз. Енді бізге кроссовкеміздің тұмсығын тоқу керек. Одан кейін кроссовкеміздің боковойларын тоқуымыз керек. Осылайынан қиғашынан тоқимыз. Ал мына жердегі бау тұратын орынды оны отдельно тоқимыз. Бірінші мына боковойлар тоқып аламыз. Қалған мынандай мелкий детальдарын тоқимыз. Бірінші тұмсығын тоқып аламыз. Ең бірінші белгілеп алдық. Мынау артқы жағы. Тұмсығын дәл ортасынан бізге бір петля белгілеп алуымыз керек. Бұлайынан детальдарыңызды істесеңіздер, сосын ортасынан где-то осылай қарайсыздар ғой. Дәл ортасынан белгілеу керек. Так. Бұлайынан мына менде дәл ортасы. Осы ортасынан белгілеп алған петелькамыздың бір петелька артқа шығамыз. Артқа шегінеміз. Сосын мына алдыңғы артқы жағындағы ілгегінен алып тоқимыз. Артқы ілгегінен бастап 3 столбик тоқимыз. Өткізіп аламыз. Мына жібімізді сразу тығып тастаймыз. Бір петля көтеріп аламыз. Сәл қысамыз. Сосын тағы осы жерден бір столбик көтереміз. Бір столбик. 2, 3. Осы 3 столбик бізде центральный петля болып келеді. Қалған екі жағынан бір петлядан қосып отырамыз. 3 боковойдан бір петля, бір столбик и екінші столбикті тоқимыз. 2 столбикті тоқыдық. Одан кейін теріс жағын айналдырамыз да. Мына жерден ешқандай петля подъемы жасамаймыз. Бір петля, воздушный петля көтеріп алмаймыз, чтобы бізде осындай ровно, ешқандай жаңағы тесік дыркаларсыз, чтобы тұмсығы әдемі болып көрініп тұру үшін. Сразу осы жерден теріс жағына айналдырамыз да. Бір столбик таста кетіп, келесіден бастап тоқимыз. Сонда бізде 1, 2, 3, 4. 4 столбик шықты. 3 столбиктен боковойдан бір столбикті қосып, керісінше жағынан, теріс жағынан тоққанда қысқартып отырамыз. Бір столбик таста кетіп. Енді келесі екінші жағынан тағы да 1,
екі столбик көтеріп алдық, айналдырамыз, ешқандай петля көтермейміз, бір столбик таста кетеміз, екінші столбиктен бастаймыз, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Бізде 5 столбик болды. Тағы да қараймыз. 2 столбик көтеріп аламыз. Артқы жағынан іліп аламыз петляны. Біреу. Екеу. Тағы да айналдырамыз. Бір столбикті таста кетіп, келесінен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик бізде қосылды. 3 столбиктен 6 столбик жасадық. Тағы да 1, 2 айналдырамыз. 1 столбик таста кетеміз, келесінен бастап тоқимыз. Сонда бізде 7 столбик болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қараймыз. Салыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тоқыдық. Ең соңғы осындай соединительный петля жасау керек. Ол үшін ең соңғы бір петляны аламыз да, былайынан соединять етеміз. Сразу осы жерден теріс қаратамыз да. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. 7 столбик шығу керек. Мына жерден бір столбик таса кетеміз. Соединительный петлямен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мына жерден бір петля қоспаймыз, тура осы жерден былайынан алып соединять етеміз да. Соединять еткен петляны санамаймыз. Осынан бір петля жоғары көтеріп, былайынан тартамыз. Бізде осындай тұмсық шығады. Енді қазір басқа оранжевый жіппен тоқыған кезде ең соңғы артқы ілгегінен алып тоқимыз.
Ең соңғы артқы ілгегінен алып тоқимыз. Нәжібімізді сразу нелердің петляларының арасына тығып тастауымыз керек. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз петля шықты. Жаңағы соединять еткен кезде тағы бір петля қосылды. Оны алып сразу қысқартып тастаймыз. 7 болу керек. И 7-ден ары қарай прибавкалар жасаймыз. Енді басқа түсті жібімізді аламыз. Келесі петляның артқы жағынан іліп аламыз. Артқы ілгегінен екінші жібімізді басқа түсті іліп алдық. Сразу ақ жіпті де қосып қысқартып тастауымыз керек. Екеуін орап шығып кетпес үшін аламыз. Жағы 8-ші петля деп соединять еттік қой. Осыны алып артқы жағынан екеуі сонда біріне 8 столбик шығады. Өйткені мына жақтан бірінен алдық. Екеуін бірге бір столбик қылып істейміз, тоқимыз. Артқы жағынан алдық. Бір столбик. Самы ең артқы жағындағы ілгекті алу керек. Бір столбик. Екінші столбик. Үшінші столбик. Төртінші столбик. Бес. Алтыншы. И соңғы жетінші столбик. Жеті столбик тоқыдық. Боковойынан енді бізге бір, екі столбиктен прибавка жасау керек. Мына жерде ешқандай жаңағы не қалып қалмас үшін тесік. Егерде мен сразу осылай былай алып тоқсам, мына жерде үлкен діргі қалатын еді. Сол үшін оны мен былай тоқимын. Қысқартамын үш жерден бірінен алып, ең соңғы алдыңғы соединить етемін. Осы жерден бір алам. И боковойдан біреуін алам. Мына жіптеріміз сразу қысқартып тұрмаса жеңіл болады. Боковойдан біреуін алдым. Осы үшеуін бірге бір столбик жасаймыз. Сол кезде аса қатты білінбейді. И тағы бір столбик. Боковойдан тағы екі столбик қостық. Аламыз да. Тағы да бір столбик таста кетеміз. Екінші столбиктен екі жағынан алып тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті,
мынау 8-ші. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 болды. Боковойдан тағы да 1 петля. Екінші петлядан іліп алдық. Айналдырамыз. Қайтадан біреуін тастап кетіп, екіншісінен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-шысы. 9. Жердегі жүбімізді кесіп алып тастасақ болады уже. Тағы да 2 петля іліп аламыз артқы жағынан. 1, 2 айналдырамыз. 1 петля тастап кетеміз, екіншісінен бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик. И ең соңғы прибавкамыз. Соңында 11 болу керек. Одан кейін тілшегін тоқимыз. 1, тағы да біреуін аламыз. Мына жерден сонымен 2. И қайтадан бір столбик тастап кетіп, екінші столбиктен бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Ең соңғы 11-ші столбик. 11-ші столбик болды. Қараймыз. 1, 2, 3, 4. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Енді ең соңғы, последний, ең артқы, бұл жерде прибавка емес, соединять етеміз. Соединяем, соединительный петлямен бері қаратамыз. Мынаны біз соединять еттік. Қараңыздар, соединять еттік. Мынаны тастап кетеміз. Келесі мына жерден бастап тоқимыз. Соединять етеміз бірінші осылайнан. Қайтадан артқы жағынан. И 1 петля көтеріп аламыз. 1 петля көтеріп аламыз. Сонда біз көтеріп алған кезде мына жерде обратно есептеген кезде 1 столбик болып есептеу керек. Мына жерде біз тағы да қысқарттық. 1 петля көтеріп алдық. Келесі 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, чтоб ровно 11 болу үшін. Енді былайынан қайтарып аламыз. Өзімізге оң қаратып аламыз да. 1, 2 воздушный петля іліп алдық. И бізге енді ары қарата мына тілді тоқу керек. Тілшекті тоқу керек. Мына жерден бастап, астынан бастап, біртіндеп каждый қатарда бір прибавкадан жасап отырамыз. Соны қазір көрсетемін. Мынау бізде бір столбик болып есептеледі. 1, 2 воздушный петля көтеріп алдық. Енді біз полустолбикпен тоқимыз. Бір накидпен іліп аламыз. Дәл осы жерден көтереміз да 3 ілгектен тартамыз, шығарамыз. Сонда 1, 2 столбик болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, бір столбик қосылды ғой, бізде 12. Мына жерде ең соңғы бір петляны қараңыздар. Мына екеу ғой. Осы жерден өткізу керек. Сонымен 11 петля еді, 11 столбик еді, 12 столбик болды. Мына жерден біреуін қостық. Енді мына жерде, бұл жерде біз столбикті прибавканы осы жерден жасаймыз. Қостық 12, тағы да қосамыз. Бір столбик. Каждый тілдің екінші жағынан қосып отырамыз. Тағы да біреу. Сонда бізде 2 столбик қосылды. Чтоб тіліміз мынандай болып тұрмас үшін, мына жерден шет жағынан алсақ болады. Прибавканы мына жерден жасай салайық, чтобы ровно болып тұру үшін. 13 столбик болды. 13 столбик. 1, 2 петля көтеріп аламыз. 13 столбик болды. Артқы жағынан біз тура тағы да 13 столбик тоқуымыз керек. Мына бірінші столбик. Екінші столбик. Үшінші столбик. 4. 5 столбик бір накид, то есть полунакидпен. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбикті мына жерде 1, 2, екінші стежоктан неғыламыз. Былайынан қаратып аламыз, бізге көрініп тұру үшін. 1, 2, екінші воздушный петля. И соның арасынан өткізіп,
бір столбик жасаймыз. Сонда бұл бізде 13 столбик болды. Екі прибавка жасадық. Оң қатарында прибавка жасаймыз, сол қатарында жасамаймыз. Тағы да көрсетейін. 1, 2 накидпен жасадық. Тағы да прибавка осы жерден жасау керек. Есептеп, санап тұрыңыздар, шатасып кетпеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, мынау 13. Бізде мына қатарда біз 15 столбик жасауымыз керек. Тура осылай аламыз да. Столбик көтерген жағы ілгектен өткізген жерден қайттан кіргізіп, бір столбик. Осындай 2 столбик шығу керек. 2, 3, 4, 5, 13. 14. Тағы прибавка жасаймыз. 15. 15 қатар 15 столбик тоқыдық. Енді изнаночный теріс жағынан да тоже 15 қатар 15 столбик тоқимыз. Тек оң жағынан 2 боковой жағынан бір столбиктен қосып отырамыз. Теріс жағынан қоспаймыз. Осылай керекті биіктікті тоқуымыз керек. Керекті биіктікті тоқып алдық. Ең соңында бізде 23 столбик болу керек. 23 столбик. Оң жағынан 2 столбик қосамыз, теріс жағынан столбик қоспаймыз. Получается, тек прибавка оң жағында ғана болады, лицевой жағында ғана болады. Ең соңғы қатар. 2 воздушный петля көтеріп алдық, накид, полунакидпен. Екінші столбик. Дәл осы жерден тағы да бір столбик қосамыз. Үшінші столбик. Сонымен 1, 2, 3. 3 столбик болды. 4, 5, 6, 7, 8, 20 столбик, 21 столбик, ең соңғы қатары 22 столбик и 23. Ең соңында бізде 23 столбик болу керек. Bir, 2, 3, 4. Соединительный петлямен осы қатарды тоқимыз. Сонымен біздің тілшегіміз аяқталады.
Аяқтадық сәшегімізді. Закреплять етеміз. Бекітіп аламыз. Сосын инемен арасына тығып жібереміз. Тілшегімізді аяқтадық. Енді боковой. Боковой жағын көтеруіміз керек. Мынаға тартуымыз керек. Ол үшін мына бір столбик получается, мына бір столбикті тастап кетеміз да, келесі столбиктен арғы бетінен тоқимыз. Арғы ілгегін іліп аламыз. Арғы ілгегін іліп алдық. Бекітіп алдық. Дәл осы жерден бір петля, бір столбик тоқимыз. Бір. Бүкілін арғы жағы ілгектерінен алып тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Осылай айналдыра. Мынау бір ілгекке жеткізбей тоқыңыздар. 33, ең соңғы 34. 34 столбик шықты менде. Бір столбикті тастап кеттім. 34 столбик. Мына жерден бекітіп аламыз. Сәл ұзынырақ қылып қалдырып, кесіп тастап, осылайынан жіпті қалдырамыз. Енді керісінше жағынан бір, екі столбикті тастап кетіп, үшінші столбиктен бастап тоқимыз. Бір, екі столбик тастап кеттік. Үшінші столбиктен бастап көтеріп аламыз. Бір петля жоғары. И дәл осы жерден бір столбик тоқимыз. Чтоб біздің мына столбигіміз нақты көрініп тұру үшін. Бір, екі, үш, төрт, бес. Осылай до конца екі столбик жеткізбей тоқыңыздар. 29, 30. Екі столбик тастап кеттік. Бір, екі столбик. Осы жерде тағы да жібімізді бекітеміз да кесеміз. Отыз столбик болды. Бірінші қатарда 34, екінші қатарда 30 столбик. Тағы да 1, 2 столбик тастап кетеміз да, үшінші столбиктен бастап тоқимыз. Бекітіп алдық. Дәл осы жерден бір столбик. Бір,
2, 3, 4. Дәл осылай до конца 2 столбик жеткізбей тоқыңыздар. 25, 26. Тағы да бекітеміз. Бір петля жоғары көтеріп, жібімізді кесіп тастаймыз. Отыз төрт бірінші қатар, екінші қатар 2 столбик тастап кетеміз. 30 петля болды. 33-ші столбигімізде 26. 26, 30, 34. 1, 2 столбик тастап кетіп, 3-ші столбиктен бастап тоқимыз. Жібімізді сразу столбиктердің арасына бірге қосып тоқимыз. Бір воздушный көтеріп алдық. Дәл осы жерге бір столбик тоқыдық. Біздің бірінші столбигіміз, нақты көрініп тұру үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22. 2 столбик тастап кеттік. Дәл осы жерден бекітіп, жібімізді кесеміз. Осылай боковойынан, қиғашынан қарай тоқып, 2 столбиктен тастап тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 4-ші қатарды тоқыдық. Енді 5-ші қатарда 1 столбик тастап кетіп, келесі столбиктен бастап тоқимыз. Келесі столбиктен 1 столбик тастап кеттік. Бір петля жоғары көтеріп аламыз. Тағы да осы жерден 1 столбик. 1, 2, 3, 4, 4, 5 столбик, 6-шы, 7-ші столбикті қысқартамыз. Бергі ілгегінен іліп алдық. 6-шы столбиктің, 7-ші столбиктің бергі ілгегінен алып алдық. И осы екеуінен өткіземіз. Екеуінен ілгегімізді өткіземіз. Қысқарттық 1 столбикке. Сонымен 5, 6-шы. 6. 1, 2 қысқарылды. 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12. Мына жерде 12-ші петля. Бір петля жеткізбей, бір петля таста кетеміз мына қатарда. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ші, 7-ші петляны қысқартамыз. Значит, 12 столбик тоқыдық. 13, 14 петляларын қысқартамыз. Бергі ілгегінен аламыз 1, тағы да бірінші ілгегінен аламыз бергі жақтағы 2. Осы екеуін қысқартып, бір петля жасап, сонымен 13-ші столбик болды. Мына жерден қысқартық, келесі 14, 15, 16, 17, 18. Сонымен осы қатарда 18 столбик болды. Мына бір столбикке жеткізбей тоқимыз. Жібімізді бекітіп алдық. Енді теріс жағынан тағы да бір столбик тастап кетіп, келесі столбиктен бастап тоқимыз. Бір петля подъема, дәл осы жерден столбик. Сонымен бізде бұл бірінші столбик. 2, 3, 4. Осылай до конца бір столбик жеткізбей тоқыңыздар. 15, 16. Осы қатарда 16 столбик тоқимыз. Бір столбик таста кетеміз. Қараймыз, қанша қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатар тоқыдық. 16 столбик болды. Тағы да столбик. Жіпті көтеріп, үш жерден бекітіп аламыз. И все. Тағы да бір столбик таста кетеміз. Екінші столбиктен бастап 14 столбик тоқимыз. Бекітіп аламыз. Дәл осы жерден тағы да бір столбик. Сонымен бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и ең соңғы 14. Бір столбик жеткізбей тоқыдық. 14.
Енді 14 столбик туда-обратно 3 қатар тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы 10 қатар болу үшін. Бір столбик тастадық. Ең соңғы қатарынан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тағы да теріс қаратамыз. Тура бірінші ілгегінен іліп алып, бір столбик жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші, мына екінші қатар и үшінші қатар 14. Получается 3 қатар 14 столбиктен өздеріміз тоқымыздар, соңында кездесеміз. Он қатар тоқыдық. Енді бізге бау салатын жер тоқу керек. Ең бірінші столбигімізді былайынан кіргізіп алып бастаймыз. Bir, екі, үш, төрт, бес, мына алдыңғы жіптеріміздің барлығын былайынан созып, осы тоқып келе жатқан столбиктердің арасына жасыруымыз керек. Бір столбик алдында тастап кеттік, соның артқы столбигіне, артқы ілгегінен аламыз. Мына бүкіл жіптердің барлығын шамамыз келгенше арасына тоқып бірге тоқуымыз керек. Bir, қараймыз. 1, 2 столбик тастап кеттік, сол жердердің бәрін обвязка жасап тоқимыз. 1, жіптерді столбиктердің арасына тоқып тастаймыз сразу.
екінші, тоқыдық. Тағы да екі столбик тастап кеттік қой, соны қайтадан екінші қатарында 1, 2 жіптерді арасына тығамыз. Сәл былайынан созамыз. Екі. Мына жерде тағы да екі столбик тастап кеттік. Сол столбиктерге тағы да бір столбиктен жіптерді арасына жасыра отыра тоқимыз. 1. Енді мына жерге 2. Енді бір столбиктен тастап кеттік. Мына жерде тоқыдық, мына жіпті астына араларына тығып жібердік. Бір столбик тастап кеткеніміз тоқимыз. Одан кейін тағы да бір столбик тастап кеттік. Соны қайтадан жіптерді араларына тығып тоқимыз. И тағы да бір столбик тастап кеттік алдыңғы тоқыған қатарларда. И сол жерден қайтадан бір столбик тоқимыз. Осылай обвязка шығу керек бізде. Енді так, тоқыдық. 1, 2, 18 столбик шығардық.